Қызым, сен де түйме дейді түйедей қыласың. Айттым саған, менде бәрі жақсы деп. Той әкешім, мен түсіне салыңызшы. Онсы денсаулығыңыздан нашарлап кетті. Ғанияға да звондады. Әкеліп көрсетіп кетті деді. Енді қызым, берген дәрілерін уақытылы ішіп жатырмын. Жаттығуды да уақытылы жасап жүрмін. Ол Ғанияға аспаннан жауды алдыра береді ғой. Әкешім, мен сізді осында келу үшін сабақтан сұрандым. Ертең өзіңіз келіңіз деген десем, келмейсіз. Болды қызым, сен көңілің үшін барам. Бірақ бүгін жақсы бір жұмыс шығып тұрады, ақшасы жақсы. Әкешім. Болды. Түстен кейін тренировкаға барасың ба? Иә, барам ғой. Бармасақ тренер аямайды ғой. Айтпақшы, ендігі апта жігіттер сұлтан болайын деп жатыр. Соған қатысасың ба? Иә, қатысамын ғой. Соған жақсылап дайындалу қажет. Сенші, қатысасың ба? Жоға, қатысқымақ келген. Біздің сыныптан Ернар қатысам деді. Ернар дейсің? Неге сол Ернармен араласпайсың? Ой, қойшы сон. Ол байдың баласы ғой. Қолында соңғы үлгідегі телефон. Мектепке таксимен келіп, таксимен қайтады. Несіне араласамыз одан кейін? Мә, онда жарысты сол жеңіп алайын деп тұрған сияқты ғой. Иә, әкесі сатып әперетін шығар. Көр енді бағындысына. Ештеңе ақша жетмеймін біле тұра, Жүктер сұлтанына қатысам деп менде. Оқушылар, апайлар, бәрі мені жеңетініне кәміл сенімді. Апай да бір, мен жағдай жақсы әкесін бәрін алып береді деп ойлайды ау. Қайдан білсін, менің әкем оқымаған тұрақ жұмыс жоқ екен. Сонда да үйге барып айтып көрейінші, әкемен бақ мен қалағанымды алып беруге міндетті емес пе? Досым, саған қашан айтам, ауыр жұмыс жасама деймін ғой мен. Досым, сен де қыз жұмыс жасамасам бала шағамды кім асырайды мен? Енді бала шаға деп жүре бересің бе енді? Денсаулыққа да қарау керек қой сәл. Мүгедектікке абатқан ақшаң жетеді күн көріске. Қой, сен бір мүгедектікке қырып ақша беріп атқан адам болса айттың ғой. Байғыш, мен дәрілерім жазып берші, кетейін. Осы саған келсем дүниеден түңіліп кетем. Енді түңілдіргенде мен саған турасын айтам ғой енді. Денсаулыққа қарау керек адам деген. Болмайды, саған ауыр жұмыс вообще жасауға болмайды. Енді досым, қолымда диплом болса жақсы жерге жұмысқа кірмеймін ба менде? 9-шы сыныптың аттестатымен қай жерге жұмыс қалады мен? Білесің, бала шағам анасыз өсіп келіп жатыр. Ертең өскен кезде осы әкем қолымнан еш нәрсе келмеді. Анам болғанда мынандай болар еді, анам болғанда бұлай болар еді дейтін әңгіме болмас үшін жүрген жоқпын ба? Маған да оңай дейсің ба? Нұрсұлтан, саған бір өзің жағдайың жасайтын, ыстық тамағыңды істеп беретін, өзіңмен тағдырлас біреуге үйлену керек қой. Ертең бала шағаң өскеннен кейін саған қарамайды олар. Қартайғанда жападан жалғыз жүресің бе? Қой, мен кететін уақытым болған сияқты. Келдің бе? Тамақта дайын болып қалды. Иә, қарным ашып, сен не мектепке бармағасың? Бүгін әкеміз ауырып қалды. Соны дәрігерге апарып келдім. Ғанияға мен шығарып жіберіп сөйлесіп, соған қарағанда әкеміздің денсаулығы нашарлап жүр. Ой, не болды дейсің, жақсы шығар. Осы сен неге әкемізді ойламайсың? Ойлаймын ғой. Түрің әкемізді ойламайтын адам ұқсайды. Мен не істейін? Отырып алып жылаймын ба? Оған қоя тұршы, менде күшті жаңалық бар. Келесі апта бізде Жүктер сұлтаны ойнап жатыр. Соған әдемі қымбат костюм алу керек болып тұр. Әкеміз ауырып жатқан кезде саған қалай ақша тауып береді? Ой, Айсезін, сен менің паролымды түсінбейсің, ал қойшысың. Ернар, тоқта. Ернар. Ернар, сен осы үйде тұрасың ба? Қызық, бұл жерде үлкен үйлер жоқ еді ғой? Жоқ, Жүктер мен Айшен осы маңнан өтіп бара жатқам. Сен ылғи таксимен жүретін едің ғой? Біз сияқтылардың да жаяу жүретін кездер болады. Иә, сені осы жерде көрмегендікін айтып жатқанымыз ғой. Айтпақшы, жігіт сұлтанына дайындығың қалай? Әлі бастаған жоқпын.
Біздің сынып сен бірінші орын алады деп шулап жатыр ғой. Анан уақыт өте көре жатайыныз. Боп жігіттер, мен асық істедім, кете берейін, Мынауың адам менсінбейді ғой. Өз көп сөйлемейтін жігіт, кеттік тренировкаға кешігеміз. Қалайсың Айсезім? Жақсы. Мектепте не жаңалық болып жатыр? Қандай қызықтар болды? Басқаларға қызық болса қызық болған шығар, бірақ маған сенсіз мүлде қызық болмады. Әкеңнің аяғы жақсы ма екен? Уайымдамашы, бәрі жақсы болады. Лайым солай болсыншы. Айсезім, не ғой? Саған бір жаңалығым бар. Айтсам ба екен, әлде айтпасам ба екен? Бірақ өтіріктің соңы бір тұтам деген бар ғой. Түсінбедім, не болып жатыр? Ернардың сыныптастарының әңгімесін құлағым шалып қалды. Ернар бай, әкесі жақсы жерде жұмыс істейді деп бәрі шулап жүр. Түсінбедім, сонда ол бізден ұяла ма? Ернар жігіттер сұлтанына да қатысайын деп жатыр. Сыныптастарының барлығы Ернар жеңеді, өткен оның әкесі бай деп шулап жүр. Түсінікті. Мектепке таксимен барып жүргеннің өзінен қорыққан едім. Інімді қалай жақсы жаққа қарай бұрады екем. Үнемі әкеме ауыр сөздер айтады. Әкем іштей қиналады. Айсезім, сен оны да түсінші. Ернар сәби кезінен аналық мейірімді көрген жоқ. Жарайды, оны қоя бер. Мына кітаптың ішінде апай берген үй тапсырмалары бар. Осыны көшіріп ал. Рахмет. Ертеңгі жасқа әкемізге киім алып бер деп едім. Алып бере алмайтын сияқты. Енді не істеймін? Үнемі қатарымнан қалып кете берем. Енді ескі киіммен қалай шығам сахнаға? Әкемізде ақша бар болса, бізден аямайтынын білесің ғой? Не болсын жасаған? Ертең сенің ақшаңа емес, өнеріңе қарайды ғой? Қойшы, сен мені түсінбейсің. Осы сен бар ғой? Әкеміз келді. Еркеш, балам, мынаны алдым саған. Рахмет, әке. Жан, қызымка, мынау саған. Рахмет, әкеші. Тамақ ішіңдер ма? Иә. Әкешім, О, қызым. кеше Ғанияға жазып берген дәрілерді алдыңыз ба? Оны аламыз ғой кейін. Әкешім, аяғыңыздағы аяқ киім ескіріп кетті ғой? Қызым, мен үйдемін ғой. Новый аяқ киім алып қайқа барады дейсің. Болады осы маған. Осы аяқ киімді киіп жүргеніңізге 5-6 жыл болды ғой? Алда маған алмай-ақ қойыңыз керек еді. Қызым, уайымдамашы. Ертең ақша түссін. Аяқ киімді аламыз, дәрілерді аламыз. Одан да бар сабағыңды оқы. Жарайды. Алло. Істейміз аға. Кім болғанда? Мен істеймін, балам көмектесіп тұрады ғой, подсобник болып. Көшем бойында тұрам. Аға, жарайды, жолыққанша. Шотам, бүгінгі жарысқа дайындығың қалай? Жақсы. Кеше түнімен ұйықтамай дайындалдым. Мен ойымша Ернар жеңетін сияқты. Өйткені ол байдың. Не істеймін енді? Байдың баласы болса. Сонда барлық жарыстарда ақша беріп жеңіп ала ма? Жоға досым, неге олай айттың? Мен енді өз ойымды айтып жатырмын ғой. Осы мен сені түсінбеймін. Менен төмен сыныпта қойсың, бірақ қасымнан қалмайсың. Аузынан анау, Ернарды тастамайсың. Енді екеуміз көршіміз, бірге сабаққа барып келеміз. Ал Ернарға келетін болсақ, барлық мектеп шулап айтып жатырғансын. Айтып жатқаным ғой енді. Айсезім, бұна не істеп отырсың? Кітап оқып отқанмын ғой. Ана жерде жігіттер сұлтанында інің өнер көрсетіп отырса, сен бұнда отырсың, ес? Қазір мені көрсе ұялама дедім. Сонымен кім жеңді? Параллель сыныптағы Арман бірінші орын алды, ал сенің інің Ернар екінші орын алды. Екінші орында жаман емес. Әкемге жұмыс жасатып костюм алған еді. Енді үйге барған бар, мән-жайын сұраймын. Қазір қандай сабақ? Қазақ тіл үй тапсырмасын жасадың ба? Я, мен жасадым, да, мені көшіріп ал. Рахмет.
досым, көбігің қандай күшті. Жарайсың. Осы сен менің бірінші орын алғаныма шынымен де қуанып тұрсың ба? Я, неге олай айттың? Сен шын қуанып жатыр ма? Әлде өтірік айтып жатсың ба? Түсінбей қалдық қой. Ай, жаңағы айтқаныма әлі де ренжулісің ба? Кешіріс болды. Бірақ жолмен кешіре алам. Шарт қойып кешіретін болғансың ба? Жоға, негізі көмек сұрайын дегенім. Я, айта бер, не істеу керек? Білесің, үйде ремонт болып жатыр. Соған әкеме майда шүйде тірліктерге көмектесу керек еді. Ой, көмектесем, ой. Мынандай жігіт сұлтанына қалай көмектеспеймін? Ой, сен де адамды ұялтып. Ой, сен мына тұрғанда жігіттің сұлтаны болып тұрсың ғой. Еркеш, не көңіл-күйің жоқ? Ой, әкешім, бүгін мектептен екінші орын алған, соған ренжіген тұр ғой. Балам, екінші орынға адам ренжи ма? Сен әлі жассың ғой? Сен алдыңда талай жарыс күтіп тұр әлі. Ой, әке, мені жұтпай қойыңызшы. Ой, әкешім, сөйлемей-ақ қойын, білесіз ғой ол мінез ауыр екен. Байғыл, жақсылап тамақтан ол, сосын жұмыс шығып тұр. Екеуміз барып ақша тауып келеміз. Қайдағы жұмыс өзім шаршап тұрғанда. Енді әкешім жалғыз өзі бармайтын шығар, қалағаныңды алып беріп жүр ғой. Ой, мағыл, үйде қалсам, әсесім, одан бетір миым жетті. Одан да сәл тынық ой. Сен ойлағандай ауыр жұмыс емес ол. Просто жаныма серік болсын деп отырмын. Бармасаң өзің көр, демал. Қызым, шай іш. Еркеш, балам ана күректі алшы. Ернар, сен осы манда тұрасың ба? Соны айтам, біздің үйде не істеп жүрсің? Мынау сенің әкең бе? Ассалаумағалейкум аға. Уалейкум ассалам. Мен балам неге қуып жүрдіңдер? Балам? Ернар сіздің балаңыз ба? Оған не таң алатын бар? Балаңыз сізден не алатын болып тұр ғой? Түсінбедім. Ештеңе емес ағай. Ернар екеуміз бір сыныпта оқимыз. Өзі көп сөйлемейтін жігіт. Балаңыз өтірікті көп айтады. Барлығына зәулім үйде тұрамын. Әкем жақсы жерде жұмыс жасайды деп айтады. Көрдік бай екендеріңізді. Әкем айтайын, еңбек ақыларыңыз көтеріп берсін. Қай жерден қате кеттің? Балдарым менен ұялатындай не білдіріп? Не болды? Кеткеніңнен келгенің тез болды ғой. Сен бәрі ондай қара жұмыс жасай алмайсың ғой. Ой, қош, бағана әкең екеуің достарымның алдында позорын шығарған жоқсыңдар ма? Әкем деген нес? Ернар, не болды сонша? Бағанаға жұмыс жасап отқан үй біздің мектептегі арманның үйі болып шықты. Өтірігің ашылып қалды ма? Ернар, ау бастан өтірік айтпауың керек еді. Мен ұялам, түсінесің ба? Мен әкемнің қара жұмыс жасап отқанына ұялам. Ұялам деген нес? Не болды сонша саған, Ернар? Осы қара жұмыс жасап жүрген бізді тоқшылықта өмір сүрсін дегені ғой? Білесің, ата-анасыз өскен. Біздегі жастайымызда анасыз өстік қой. Сол анамыздың орнын басу үшін неше түрлі жұмыстар жасап жүр. Сен сол қара жұмыс жасағанынан ұялып жүрсің. Ой, қойшысың. Арман, не болды саған? Үлкен адам ол, кішкене сыпайы сөйлесем болмай ма? Басшындықты айттың да енді. Өзінің ұлының өтірікші екенін көрсін. Енді Ернарды түсінуге болады ғой. Айтылмаған себептер бар шығар. Бірде сен әкесіне ауыр айттың. Ернар дейсің, неғып Ернарға жақтасып қалдың? Өзінше сыпайы түрізің қара. Мәселе жақтағанда емес. Енді не? Ой қойшы бар, кете бер. Әкежан, ана кісі құлап жатыр. Ернар, тамақ жесеңші? Жоқ, тәбетім жоқ. Сен неге жемегесің? Әкем біздің денсаулығы нашарлап жатқан кез тамамынан қалай асы өтеді? Айтпақшы, бүгін Ғани ағайға звондап, әкеміздің жағдай жақсарды ма біліп келейік. Жоқ, жайлы ғана хабарласқам.
сол баяғы. Осының бәріне менің кінәлім. Менің іс-әрекеттерім әкемізге ауыр тиді. Ернар, әкеміз өмірден өтіп кетсеші, бізде одан басқа ешкім жоқ қой. Бүгін мені мұғалім кабинеттен шығарып, егер де әкелерің өмірден өтіп кететін болса, сендерді жетімдер үйіне өткізуге қағаз толтырамыз деді. Маған да дәл солай айтты. Әкешім! Қалайсың досым, жақсысың ба? Қанша сағат болды мен жатқаным? Сағат нес? Бір ай болды жатқаныңа сенің. Ернар мен Айсезім қайда? Мен кетуім керек. Әй, Нұрсұлтан, жат. Сен ауыр ота жасалған білесің ба? Бала шаған уайымдай бермеші, оның денсаулығыңа бір қарау керек қой адам деген. Досым, білесің ғой, мен бұл өмірде көп нәрсені жоғалттым. Әкемді, анамды, тіпті аяулы жарымды. Менде бұл өмірде тек бір ғана байлығым бар. Ол менің бала шағам. Өтініш, мен жіберші. Менсіз соларға қиын. Нұрсұлтан, сен түсінем. Бірақ сен кетсең, мен жұмыстан шығарып жібереді. Өтінем досым, жіберші. Әкелердің комада жатқанына бір айдан асты. Ал қазір сендерге тамақ істеп беретін ешкім де жоқ. Сондықтан балалар, амал жоқ, балалар үйіне барасыңдар. Құжат, киім, не керек? Бұл балалар жетім емес. Бұлар менің аманатым. Мен бұлардың анасынан айырылсам да, бірақ мен тірі тұрған кезде бұларды ешкім ешқайда алып кете алмайды. Сондықтан кет бұл жерден. Кешіріңіз. Құрметті ата-аналар, сіздердің де балдарыңыз бізбен бірге киноға түскенін қаласаңыз, онда астындағы WhatsApp нөмірге жазыңыз. Қалай достар, кино ұнап жатыр ма? Онда каналға тіркеліңіз.